Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ұйықтап жатқан мысық құрағын құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Құраққа қажетті өлшем бірліктер: көлемі 7x7 болатын ақ матамыздан 5 штук, көлемі 7x7 болатын көк матамыздан 5 штук, және де көлемі 7x7 болатын қызыл матамыздан 2 штук қажет. Көлемі 6x6 болатын ақ матамыздан 12 штук, көлемі 6x6 болатын көк матамыздан 19 штук. Сонымен қоса ені 6 см болатын лента қажет. Ең алдымен құрағымызды бастамас бұрын көлемі 7x7 болатын шаршыларымызды бір-біріне біріктіріп алатын боламыз. 2 қызылға 1 көк және ақ матамызды және қалған көк пен ақ маталарымызды бір-біріне біріктіріп аламыз. Және де ортасынан сызық түсіріп, осы сызықтың екі жағынан тігіс түсіретін боламыз. Тігіп болғаннан кейін ортасындағы сызық арқылы қиып шығатын боламыз. Ендігі кезекте құрағымызды орналастыратын боламыз. Видеоны асықпай қарап отырсаңыздар, бәрі түсінікті көрсетілген. Неке құрағымызды орналастырып болдық. Енді осы орналасқан құрақтарымызды біріктіріп шығатын боламыз. Астыңғы бөліктерін 4-4-тен біріктіріп аламыз, ал жоғарғы бөліктерін 6-6-дан біріктіріп алатын боламыз. Енді осы бөлінген бөліктерді асықпай рет-ретімен түгін төмен қаратып біріктіріп шығатын боламыз.
Егер де менің құрағым сіздерге түсінікті әрі қызықты болып жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырау тушаны баса кетіңіздер. Және де комментарияға қандай да бір құрақ түрін көргілеріңіз келсе, соны жаза кетіңіздер. Енді осы шыққан құрақ бөліктерін бір-біріне біріктіреміз, дәл видеодағыдай. Міне біздің әдемі құрағымыз дайын болып келе жатыр. Енді осының жан-жағына 6 сантиметрлік ақ лентамызды тігіп шығатын боламыз.
Тігіп болғаннан кейін тігісімізді бастыру үшін бір өтектеп алатын боламыз. Сол кезде мінекей әдемі болып жатады тігістері. Көріп тұрғандарыңыздай ұйықтап жатқан мысық құрағы дайын болды. Егер менің құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.